Ерте-ертеде ешкі жүніп өртеде бір ауыл болыпты. Күндердің бір күні дауыл соғып, ауылдың шетіндегі жарға найзағай соғып, бұлақ көзін тастар жауып тастайды. Сол ауылда еріншек бай кемпірмен тұрады. Қарнына күн түскенше ұйықтайтын бай күн ортасында тұрып: Ей, бәбеше, менің етігімді алып бер. Ne? Кемпір, менің етігімді кигізіп берсін. Әкел. İstетіп едім. Менің етігімді кім кигізеді? Көрші, шай киге алыпсың ғой? Білемін. Сені бала шай киге алыпсың ғой? Қала аспаларында құлақтан Жоқ қалды. Өп балам, тауыпты сақын. Тәлеке, сауылдың ғой. Жүгіруге, етік киюге зал болам. Бұдай берге болмайды ма? Жоқ. Бұл көзі ассаң, жазуасың. Науым таудай ғой, жалғыз өзім біте алмаспын. Тәуіпке сенбеген бай ажалынан қорқып тастарды таси бастапты. Бай тастарды тасимын деп түн батқаны байқамай қалыпты. Оның қасына бәйбішесі келіпті. Кемпір шалына тесіле бастапты. Оның артынан көрші, мені көмектесейін. Шалдың үстінен күлген балалар да келіп, шалға көмектесе бастапты. Шал көршілері көмектесіп жатқанын көріп, олардың адал дос екенін көріп қуанады.